Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында духовкада нан пісіретін боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Нан пісіру үшін бізге ең алдымен 250 мг жылы су, 1 ас қасық дрож, 1 шай қасық қант қажет болады. Жылы суымызға дрож пен қантымызды қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Менде 5 минут өтті, дрож осылай көтерілді. 1 ас қасық тұз қосып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Ұнымызға осы сұйық дрож суымыздың барлығын құйып, грамм пампушка майын мен ертіп суытып дайындап қойдым, соны қостым. Сіздерде пампушка болмаса, онда 6-7 ас қасық сұйық май қоссаңыздар да болады. Осы қамырдан бауырсақтап пісіруге болады. Жұмсақ қамыр шығу керек. Июн қандырып, жақсылап илеп аламыз. Міне жұмсақ қамыр дайын. Енді бетін жауып, көтерілгенше 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағат өтті. Менде жаңа қамырдан 2 нан шығады, 2 бөлікке бөліп алдым. Бірінші бөлігімді осылай формаға май жағып, нанның формасын жасап аламын. Сіздер өз қалауларыңызша әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Осылай домалақша немесе батон тәріздер сопақ нан жасасаңыздар да болады. Мен бүгін осылай домалақша етіп жасаймын. Ортасын басып, вилкамен тесіп шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қолмен жақсаңыздар да болады. Бетіне кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады, немесе мүлде сеппей ақ қоюға да болады. Өз қалауларыңызша. Мен кунжутты сеуіп шықтым. Әсел пеште 220 градуста 25 минут пісіріп алдым. Әркім духовкасы әртүрлі, сондықтан өз духовкаларыңызға қарайсыздар. Және қызғылт түске боялғанда пісті деген сөз. Міне менде бірінші нан дайын болды. Екінші нанды духовкаға жібердім. Өте жұмсақ, нәзік, дәмді нан шықты. Екінші наным да дайын болды. Екінші нан піскенше бірінші нанның жартысын ыстық күйінде балалар сүйсініп жеп алды. Сіздер де міндетті түрде жасап, үй жағдайында осылай нан пісіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.